Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Өзім үшін дегенге қарсымын. Өмірдің талқысында қалып, қаншама таяқ жесем де мойымап едім. Баламның бір ауыз сөзі мені сұлатып салды. Анашым, сонда сен мені өзің үшін туып алдың ба? Мені ойламадың ба? Әкесіз бұл қалай жер жетеді деп ой келмеді ма? Маған не деп жауап берем деп ойладың? Мен тағдырыма налыған жан емеспін. Қанша жерден қиыншылық көріп, барар жер, басар тауым қалмағанда да, дәл қазіргідей жаным қиналмаған. Жалғыз қалып, араласатын ешкімім болмағанда, жаныма кітапты серік етіп, үмітімді ертеңіне жалғаған болатынмын. Үмітім жалғанды да, осы баламмен. 33-ке келгенше, отырған қыз орнын табар дегенмен жүре бердім. Жар еткісі келетін жандар болды. Бірақ сәтін салмай ештеңе болмайды емес пе? Оның үстіне бұйырмағанды шығар. Әке-шешем қанша рет кітап оқып жүре бересің бе, одан да біреуге тиіп, шұлық пен жаялық жуғаның 1000 есе артық еді ғой деген. Соңында олардың осы сөзіне өкпелеп қалатын болған соң, ол сөзді де айтуды да қойды. Шаршаған шығар. Өзім де біреуге жар боламын-ау деген ойдан арыла бастаған сәтте өміріме Сәтжан келікті. Бір көргеннен ұнаттым. Оған қарай бір күш итермелейтін болды. Міне, маған арналған көктемде келді деп қуандым. Расында ол мені сүйетін сияқты еді. Онымның алдамшы екенін қайдан білейін? Тіпті, сен мені түсін, осынша жасқа келіп үйленгенде баламыз болмаса қайтеміз? Байқап көрейік дегенінде көндім. Денеме еркектің қолын тигізбеген мен байғұс оған қалай еріп кеткенімді де білмей қалдым. Шынында да бізде бірден бала бола қоймады. Сәтжан екеуміздің әрбір кездескенімізден соң ол менен жаңалық күткендей еді. Келген сайын маған сұраулы жүзбен қарайтын, оған не айтарымды білмей жүзімді алып қаша беруші едім. Сөйтіп жүріп, 2 жылда өтіп кетті. Менің біреуімнің бар екенін анам сезді. Бұрынғыдай ауылға ынжырағым түсіп, жасырынып қайтып кетпейтін болдым. Жүзімнен қуаныштың, өзгеше бір өзгерістің бар екендігін сезсе керек. Айналайын, жақында енді 40-қа келесің, тұрмысқа шықпасаң да өзің үшін бала туып алшы дегенді ашық айтты. Мен анамның бұл сөзінен шошып кеттім. Неге таң қаласың? Ертең әкең екеуміз кетсек, сені бауырларыңның қайсысы бағады деп ойлайсың? Олар бағады-ау, олардың балалары сені қабылдай қоя ма? Олар өскенше сені әпке деп сыйлар. Бірақ үйлі болған соң немере келіндерін қайтесің? Одан да өз балаң болып, сонымен алданғаның, өз алдыңа тіршілік еткенің әлде қайда артық емес пе? Мына сөзден соң ойланып ақ қалдым. Бір жағынан Сәтжанға да сендім. Енді жасырынбай ойнамай, Сәтжанмен еркін кездесетін болдым. Санам да бір кедергіден аттап өткендей, тұзақтан құтылғандай болды ма, анамның осы сөзін күткендей, 2 айдан соң аяғым ауырлағанын білдім. Бірақ тап осы жаңалықты жеткізуге қуанған адамымның хабары үзілді. Сәтжанның келмегеніне де 2 айдың жүзі болып қалған. Құрсағымда соғып жатқан жүректі сезген сайын қуаныштан қалықтайтынмын. Ішім домаланып біліне бастағанда Сәтжанды шындап іздедім. Ауылын білетінмін, сонда баруға бел будым. Такси жалдап тартып отырдым. Ойым бірдеңеге ұшырап қалған шығар деген ой болатын. Бірақ ол жақтан үмітінің қанаты қайрыла сынып қайтатынымды қайдан білейін? Таксиді тоқтатып көшедегі біреуден Сәтжанның үйін сұрағанымда ауылдың ортасындағы 2 қабатты жасыл үйді меңзеді. Ата-анасынан ұялып қақпаны қағуға таксист кісіні жұмсадым. Ол да мені түсінді ме, барып есікті қақты. Іштен бала көтерген келіншек шықты. Сөздерін естіп тұрмын. Сәтжан үйде жоқ, Астанаға кеткен жұмысқа. Айта беріңіз, мен келіншегі боламын. Оның қолындағы сәби де Сәтжаннан аумайтын еді. Қалаға қайтып келгенше мазам қашты.
ойымды орап алған сан сауалдар шаршатып, бауырлай жатып жылағанмен, жұбатқан құрсақтағы сәбиімнің қимылы ғана болды. Өмірден жерінбедім, балама сендім, босандым, өмірге балпанақтай ұл әкелдім. Әкем бір бөлмелі пәтер әперіп, жайымды жайғастырды да, о дүниелік болып кете барды. Оның артынан анам кетті. Өмірім жылжып өте барды. Сол ұлым, міне, қазір 17-ге келді. Мектеп бітіргелі отыр. Барым да, нарым да осы болған соң, кез келген еркелігін көтеретінмін. Бір жақсысы жаман ортаға ермеді. Қаншама рет әкем қайда дегенде алыста деп, есейе бастағанда ертерек қайтыс болған деп алдаушы едім. Жақында менің ескі альбомымды ақтарып отырған жерінен түстім. Мән бермес едім. Анашым, неге менің әкемнің суреті жоқ бізде деді. Не деп жауап берерімді білмей тосылып қалдым. Менің тегімнен нағашы атамдікі. Өзіңіз үшін туып алғансыз ғой мені. Осылай дегенде тұла бойым түршігіп сала берді. Мен мұндай әңгімеге мүлдем дайын емес едім. Оны әлі бала деп жүр екенмін ғой. Мені әкесіз қалай өседі деп ойлайсыз? Әкесі барларды көрсем қатты қызығамын. Менің әкеме қояр, сізге айта алмайтын қаншама сұрағым бар еді. Оларға жауап беретін ағам да жоқ. Міне, өзің үшін туып алудың сыйы. Балам басқа балаларда емес, жасықтау ма әлде жалтақ па, өзімде түсінбеймін. Дегенмен тәрбиесінде кемшілік бары рас. Әрі қарай өзі тәрбиелеп алып кетсе деп үміттенемін. Ал жігері жасып қала берсе, өмірі қалай боларын кім біледі? Қорқамын. Оның алдында әке де ана да болғым келеді-ау. Бірақ үйдегі ер азаматтың орны қандай екенін өзім де білмейді емеспін бе? Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.